Аллаға ниеттеніп құлшылық етемін деп еттен жүргендер көп қой. Соның ішінде мысалы жастардың ішінде жұмыстарынан да өзі жағдайы жоқ намаз оқуға, бірақ намаз оқысы келетіндер бар. Сонан кейін тағы кейбіреулер бар, сол намаз оқып жүріп, жұмысында жағдай жоқ болғаннан кейін мысалы асырмен жаңағы ақшам намазын оқытатын кез уже ешқандай жетіп ала жүрсе, сол үшін кейде олар қаза қылып барып сөйтіп сондай істеп жүргендер бар. Сонан кейін көбісі біразы сөйтіп жүріп намаз оқымай кеткендер бар. Олардың бәрі сол жағдай қалай болады? Сол жағынан кішкене айтып берсін. Аллах субханаху ва тағала аятта айтады: ей пенделерім дейді, менің жерім кең, онда маған ғана құлшылық етіңдер дейді. Түсінікті ме? Бұл әшейін бір жұмысхана туралы кетіп жатқан жоқ, бүткіл жер туралы. Бүткіл жердің барлығы Аллахтікі. Сол жердің қай жерінде Аллахқа тыныштық пен құлшылыққа мүмкіншілігің болса, сол жерде сен құлшылық етуің керек. Қай үй, қандай жұмыс, қандай бір іс, қандай бір жағдай сені Аллахқа құлшылық етуден саған кедергі болып жатыр ма? Ол жерде адам тастау керек. Себебі бағанағы тәуекел бабына келіп тоқтайтын нәрсе ол. Аллах субханаху ва тағала рызық келуі бабында екі жағдаймен рызық береді. Рызық беру жағында екі жағдаймен. Кейбір жағдайларда себепсіз де береді, кейбір жағдайларда себеппен береді. Кейбір адамдар себепті талап етсе де бермейді, кейбір адамдарға себепсіз де бере береді. Бұл Аллах субханаху ва тағалаға болған тәуекелменен. Қашан адам осы жұмысты тастасам аш қаламын деп ибадатты тастаса, Алла сақтасын, бұл иманның әлсіздігінің белгісі. Соменен уақыт өтіп ол өзіңіз айтып жатқандай намазды да тастап, жалпы имандылықтан да безіп кетуі мүмкін. Ол шайтанның ақиқатта жеңіске жеткені болады. Amma азғантай бір жүректе осы намазым уақытынан кешігіп жатыр ғой деп жүректе бір күйінеді ғой адамның. Осы күйіну бар ма, құтылып қалу керек адам. Бірден ол жерден сәлемет шығып кету керек. Себебі осы күйіну ертең арғы күні сезбей қаласың. Сезбей қалсаң жүрегің өлді деген ол. Түсінікті ме? Наби саллаллаху алейхи айтады, тірі менен айтады, Аллахты зікір ететін адамдар мен зікір етпейтін адамдардың ұқсасы тірі менен өлік сияқты дейді. Зікір деген мағанасы ол субханалла алхамдулилля емес, яғни Аллахтың әмірін орындайтын адамдар. Олардың ұқсасы тірілер мен өліктердің арасындағы айырма сияқты. Қашан ол адам бір жаман нәрсені істеген уақытында, жақсы нәрсені тастаған уақытта, бұл жерде бұйрықтар, арамдар туралы кетіп жатыр, жүрегі қиналмаса, Алла сақтасын, ар жағы оны не күтіп тұр? Себебі ол ар жағына жаман істерді рахаттанып істейтін дәрежеге жетіп қалады. Бұл өте қатерлі жағдай. Себебі ол адам ерте күнде өзіні құтқарып қалған жоқ. Ерте күнде құтқарып қалу керек. Қашан? Сол істеген уақытта жүрегі ауырады адамды. Иман иесінің жүрегі ауырады, әсер етеді ол. Әрбір момын оны біледі оны. Сол уақытта адам иманы бар екенін сезіп, осы иманды жоғатып қоюдан сақтану керек. Ол әрбірімізде болатын нәрсе. Алла сақтасын. Осы Алла субханаху ва тағаладан болған имандылық жағынан саған ескерту. Алла субханаху ва тағала айтады, инналлазина аттақау иза массахум таифун минаш шайтани тазаккару фа иза хум мубсирун дейді. Аллахқа тақуалы болған адамдар, егер оларды шайтан бір жолдан азғыратын болса, бірден тазаккару, өзінің есін жинап алады олар. Мына оны жерде сен жинап алуың керек өзіңді. Фа иза хум мубсирун, олар осындай жағдайда тура жолды бірден көріп кетеді. Солай ма жоқ па? Амма шайтанына өзі тапсырып қоятын болса, әртүрлі үзірлерді келтіре беретін болса, ол құлап ақыры Алла сақтасын не жағдайға жетеді. Сол үшін сол бауырларға айтатынымыз, әдетте ол білген нәрсе имандылығы
және Алла субханаху ва таала өзі ғана ризық беруші екенін. Сол үшін Алла субханаху ва таала аятта айтады: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар мен жындар мен адамдарды өзіме ғана құлшылық етуге жараттым дейді. "Ма уриду минхум мир ризқи ва ма уриду айютимун." Мен олардан ризық немесе маған тамақ берулерін талап етпедім. "Инналлаху вар-раззақу зул қувватил матин." Аллахтың өзі ол бүтін пенделерінің барлығына ризық беруші және өте мықты күш иесі өзі ғана дейді. Осы аятты бітірсек, осы аятты бағанағы не үшін жаратылғанымызды баяндаған аяттың ар жағындағы аятты оқысақ, ибадаттың турасында тұрған бәр нәрсені адам тастау керек екенін, ол ризықтың барлығын беруші Аллах екені, және күш құдірет, біреудің күші құдіретінен қорқып жүрме ибадатты тастауда. Аллах субханаху ва таала одан күшті. Аллах ескертіп жатыр, қорқытып жатыр сені. Күш құдіреті оның қолында болған Аллахтың жалғыз өзінен қорық деп жатыр. Ананың, біреудің, пәленші түгеншінің күші өзіне пайда бермей қалады уақыт кетсе. Сол үшін ол бауырлар, сол имандылығы әлі алхамдулилля өз орында болған уақытта кешіктірмей ондай жұмыстарды тастау керек. Не бастығымен келісе де сол намазды сол өз уақытында сол жұмысханада оқуға, немесе басқа жерде, жұмысханада рұқсат бермесе басқа жерге, басқа үйге, немесе көрші не дейді андай зданияға шығып оқысын сондай бір жерде, жолын тауып. Амма жоқ, бесін кірді, бесін шығып кеткенше ештеңе қылмайсың. Асыр кірді, шығып кетіп жатыр, ештеңе қылмайсың. Аллах айтады: "Афарайталлази янха абдан иза салла." Пенде намаз оқып жатқан уақытында оны намаздан қайтарғанның жағдайына қара, қандай жаман демекші да. Бұл ең бірінші Құр'анда түскен аяттардың, Иқра сүресіндегі аяттардың бірі ол. Пенде намаз оқыған уақытта қайтарған адам. Бұл біз білейік, намаз оқымаған адамның өзі, намазды тастаған адамның өзінде хилаф бар. Кейбір ғалымдар оны мұсылман дейді, кейбіреулер кәпір дейді. Солай ма? Бұл намаз оқымаған адам. Намаз оқытпаған адам онда не болады онда? Түсінікті ме жоқ па? Намаз оқытпағанның жағдайы қалай болады? Алла сақтасын. Енді біз қазір анық оны кәпір деп айтып жатқан жоқпыз, бірақ ол өте қатерлі жағдайда. Себебі мынаның қатерімен түсіне берсін оны. Намазды нәпсі үшін оқымай қойған адамның өзі қандай дәрежеде қатерлі жағдайда тұрған болатын болса, намаз оқудан қайтарып жатқан адам одан да жаман қатерлі оның жағдайы. Сол үшін ол бауырлар, егер жағдай болатын болса оқысын. Болмаса, бағанаға айтқандай, Аллахтың рызық беретін жолдары көп. Мүмкін азғантай абыройсыздау жұмыс болуы мүмкін. Азырақ пайда түсетін жұмыс болуы мүмкін. Солай ма жоқ па? Мүмкін бір нан жемейсің де жарты нан жейсің. Бірақ сол жарты нан сен үшін осы дүние үшін жетеді. Осы дүниеңді талап етіп ақыретті күйдірген адам, ол надан адам ақиқатта. Егер ақыретке шынымен иман келтірсе, амма ақыретке иманы болмайтын болса, Алла сақтасын, енді ол адамға адалдың арамның айырмасын айтып отырудың қажеті жоқ.